Сәлем достар, сіздермен бірге Балқыз. Бүгін мен сіздерге зебра пирогын дайындауды көрсетемін. Ендеше іске сәт достар. Бірінші ыдысымызға жұмыртқаны салып, әбден араластырамыз. Жұмыртқамыз араласып болғаннан кейін қант саламыз. Содан кейін сүт қосып тағы да араластырамыз. Содан кейін ерітілген сары майды салып тағы да араластырып аламыз. Ұнды қоспай тұрып, бір шай қасық қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Содан кейін барып ұнды екі бөліп салып араластырамыз. Тестомызда түйіршіктер қалып қоймауын қадағалаймыз. Жақсылап араластырып аламыз. Тестомыз дайын болды. Екінші ыдысқа бөліп салып, оған какао араластырамыз. Дайын болған екі тестомызды пирогты пісіретін табаға кезек-кезек құйып отырып дайындаймыз. Мінекей тестіміздің бәрін құйып дайындап алдық. Енді пешке салып пісіретін боламыз. Пирогымызды пеште 220 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментке өз ойларыңызды жазып қалдырып отырыңыздар. Мен сіздермен біргемін. Қараңыздар, пирогымыз көтеріліп өте керемет болып шықты. Сіздер де үйде дайындап көрсеңіздер болады.